Hello kids, welcome to my another English lesson. In this lesson you will learn about the ordinal numbers. Бүгінгі сабақта реттік сан есім жайлы үйренетін боламыз. For example, first, second beer, third beer and fourth beer. Ағылшын тілінде бірінші, екінші, үшінші деп қалай санау қажет екендігін үйренеміз. So ordinal numbers. Generally, we have cardinal and ordinal numbers in English. Cardinal numbers дегеніміз ол 1, 2, 3 есептік сан есімдер. Ordinal numbers ол бірінші, екінші, үшінші реттік сан есімдер. Ordinal numbers normally shows the order or sequence of something. Әдетте, ordinal numbers бір нәрсенің ретін көрсетеді. Яғни бірінші, екінші, немесе үшінші. So how do we form the ordinal numbers? Біз ordinal numbers қалай жасаймыз? For example, 4, 4, 7, 7, 16, 16. Көріп тұрғанымыздай, көп жағдайларда ordinal numbers жасау үшін cardinal numbers'тың соңына th, яғни th жалғауы қосылады. 4, 7, 16. Бірақ кейбір жағдайларда 5, мысалы, және 9 сан есімдерін fifths, ninths деп th жалғауын жалғаған кезде соңындағы i дыбысы түсіп қалады. And be careful. First, second and third. Бірінші, үш санмен абай боламыз. Себебі бірінші деген сөзде first бір санның соңына st жалғауы жалғану арқылы ordinal numbers пайда болады. Екі саны ordinal number формасы nd жалғауы арқылы жасалады. Және үш санында rd жалғауын жалғау арқылы біз ordinal numbers жасаймыз. First, second and third. Сәйкесінше 21st, 22nd and 23rd деп айтамыз. Once деп th жалғауын қоспаймыз. Осы алғашқы үш санның жалғауы басқа сандарға қарағанда өзгеше. So, ordinal numbers қандай жағдайларда қолданамыз? Ordinal numbers we use with dates. So, for example, her birthday is on the 29th. Яғни, нақты даталар мен нақты күндерді айтқан кезде ordinal numbers қолданамыз. Оның туған күні 29-ында, немесе 29-шы тікелей аударатын болсақ. Independence Day is celebrated on the 4th of July. Тәуелсіздік күні Ұлыбританияда 4-ші шілдеде тойланады. Next. We use ordinal numbers when we want to show the order or position of something in a sequence. Яғни, реттілігін бір заттың реттілігін көрсету үшін қолданамыз. Мысалы, Woodward United finished second in the league last year. Woodward United лиганы екінші болып аяқтады өткен жылы. Немесе I came third in the race. Жарыста мен үшінші болып келдім. This is the first time it has happened. Бұндай жағдай бірінші рет орын алған. Яғни, көріп тұрғанымызда екінші, үшінші және бірінші. Бір нәрсенің, немесе қандай да бір оқиғаның орын алу реті көрсетіліп тұр. Үшінші жағдай, көп қабатты тұрғын үйлердегі қабаттардың санын көрсету үшін ағылшын тілінде ordinal numbers қолданамыз. Our office is on the 9th floor. Біздің офис 9-шы қабатта. Your apartment is on the 2nd floor. Next, we use ordinal numbers to express the century that something happened. Яғни, белгілі бір оқиға орын алған ғасырды көрсету үшін біз ordinal numbers қолданамыз. For example, біз қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? 21st century, 21-ші ғасыр. And Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare 16-шы ғасырда дүниеге келген. Next, kings and queens. For the name of king or queen in written English, Roman numerals are used. So, ағылшын тілінің әдеби сөздігінде хандар және ханымдардың аттарына сан есім қосылады. Сол кезде біз сан есімді ordinal numbers, яғни реттік сан есім қолданамыз. Henry the 8th
Louis the 16th, was the last king of France. Мысалы, Луи 16-шы Францияның соңғы королі болды. And let's repeat. Қайталап өтейік. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, бес, five сөзінде соңында и дыбысы түсіп қалған. Eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 15-ші, 16th, 16-ші, 17th, 18th, 19th, and 20th. 20-ші, 21st, 21-ші, 22nd, 23rd, 24th. And 28th, 29th, 30th, 31st. Thank you for your attention. Good luck, dear children.